ағайындар, Дарига Бадыкова деген қатын бар ғой, соның бүкіл киносына, бүкіл концертіне бойкот бармаңыздар ағайындар. Осы челленджі жалғастырыңыздар. Өйткені күйеуіне опа болмаған қатын бізге опа болып жарытпайды. Дархан бауырымды мен бір адамдай жақсы танимын, өте талантты, жігерлі, салмақты жігіт. Дарига Бадыкова қандай жетістіктерге жеткен болса, соның артында себепші болып, қолдаушы болып тұрған бірден бір адам осы Дархан бауырымыз. Енді жеме-жемге келгенде көрдіңіздер ғой ағайындар. Лақтырып отыр ғой. Отағасын лақтырған қатын отағаның етін железін лақтырады ғой. Сол үшін бұндай опасыздың өнері де, концерті де, киносы да керегі жоқ. Мынандай әңгіме ғой. Қатындардың бәріне топырақ шашпаймын, бірақ мынандай әңгіме бар да. Еркек байыса, әйеліме қандай жағдай жасасам деп ойлайды да. Әйел байыса, еркек керек емес деп ойлайды ғой. Бай керек емес. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады, дұрыс па? Мықты әйелдің артында кім тұрады? Күйеу тұрған шығар, соны болды, жаным, сен жұмысың болып жатыр, давай сен жасай бер, осында мен саған поддержкамды беремін. Сөз хотя бы болады, әйелдер айтады, хотя бы сөз поддержка берші дейтін кездер болады да, мысалы, сөз поддержкасын беріп, мысалы, айтып отыр ғой, машинамды сатып бердім деп отыр, дұрыс па? Енді жеме-жемге келген кезде сонда бұл жерде сонда сөз қылмау керек деген ол. Енді бұны сұхбатқа шақырды, дұрыс па? Сұхбаттасты, айтып жатыр. Мен түсінбей жатырмын, өңшең ажырасқан миы жоқ әйелдер соның сөзін сөйлеп отыр да. Нормальный еркектердің бәрінің әйелі бар ғой, короче. Нормальный әйелі бар. Нормальный еркектерде нормальный әйелі бар. Ары қарай өздерің ойлана беріңдер. Еркек болсаңдар, сол Дарига Бадыкованың киносына бармай қойып, көреміз. Осы әйелдер тек осы ажырасқан бәлелер барсын. Ажырасқан қатындар қазір соның сөзін сөйлеп, әйел көтерілсе, ой, әйелді бұл ез үйінде жатып алып, анау-мынау. Ол да жатпаған ғой, ол да жұмыс істеген, ол да мысалы тамада актер. Сондай кісі екен да, мен естіп, өзім андай көріп отырмын. Бірақ жаңағыдай да, мықты еркектің артында мықты әйел тұрады, мықты әйелдің артында кім тұрады? Ішім ашып отыр ғой. Жаңа бір хиджаб киіп алған біреу шықты, ой, бай өзі ұстай алмады әйелді. Әйелді ұстау деген қалай сонда? Оны бүйтіп қолдан бүйтіп ұстап, бүйтпе деген сонда. Үйтсең абьюзер боласың, үйтпесең әйеліне ұстай алмаған боласың. Сонда бұл ажырасқан қатындар бәле болды, негізі бар ғой. Адамға еркектер абайлаңдар. Әйелдеріңе вообще повод шанс бермесеңдерші. Жұмыс істеймін деп отыр ма? Істесең, осы істемесең қой. Егер сәл тілі шығып отыр ма, сразу жұмыстан босатып ондай болды. Ода тұрған ештеңке жоқ. Нормальный әйел өзі сразу ойланады ғой. Қой деп. Жаңағыда ешектер болса кетеді. Күйеулерін байлап ұстайтындар бар. Еш жаққа шығарғысы келмейтін, ешкіммен араластырмайтын, ештеңе істетпейтін, тек жұмысына барып кеп тып-тыныш отырсын деген сияқты. Құрметті әйелдер, олай жасамаңыздар. Мен оны жамандықтан сақтаймын, ішімдіктен, құмардан, немесе зинадан, немесе басқа да жаман жолдан мен сақтаймын, мен оны адам қылатын, мен оны сүйреп жүрмін деп ешқашанда айтпаңыздар. Осылай жасаймын деп көп әйелдер қателесіп жатыр. Одан сайын күйеулері ішіп, жүріп, қыдырып, жаман жолға түсіп, немесе сондай әйелді тастап, басқа әйелдерге кетіп, басқа әйелдермен бақытты болып жатқандар бар. Сол үшін біз әйел болсақ та, еркек болсақ та, олай бір-бірімізді қинап, күштеп, мәжбүрлеп ұстай алмаймыз. Құдай дұрыстайтын, Құдай ақыл сана бермесе, Құдай дұрыстамаса, біз әлсіз пендеміз. Біз өзімізше қолымыздан келгенше жақсылықтарды жасап, жақсы амал әрекет істеу керек. Жақсы амал әрекет жасаған кезде Құдай дұрыстайды. Құдай дұғаңды қабыл етеді. Құдай қиындығыңды жеңілдетеді. Ал біз тәкаппарланып, менің айтқаным болады, менің қалағаным болмады, менің айтқанымды істемедің деген сияқты тәкаппарланатын болсақ, наоборот, біздің айтқанымыз, қалағанымыз болмай,
сондай қиындық сынақтар болады. Осы нәрсені есіңізде сақтаңыз. Отбасылық мәселе болса жеке консультация алыңыз. Мынандай қыздарды, әйелдерді жігіті де тастап кетеді, немесе күйеуі де бағаламай, сыйламай, көңіл бөлмей, солай жақсы қарамай кетеді. Олар жігітіне ренжи беретін, өкпелей беретін, анан жасамайсың, мынан істемейсің, сен неге ондайсың, неге сондайсың деген сияқты кінәлай беретін. Немесе мені тастап кетесің, мені жақсы көрмейсің. Былай айтқанда манипуляция. Әйелдер де күйеулеріне солай ренжіп, өкпелеп, кемшілігін айтып, төмендетіп, отбасын, бала шағаны ойламайсың, жақсы көрмейсің, айтқаныңды істемейсің деген сияқты неше түрлі сөздер міне әйелдің сұлулығын кетіретін. Сондай әйелдерге күйеулері дөрекі болып ауыр сөз айтып, немесе бәрібір болып кетеді, әйелдің көңіліне қарамай. Сол үшін сондай сөздерден сақ болыңыздар. Сондай жас қыздарға да айтарым, жігіттеріңмен жақсы болып, отношениені дұрыстағыларыңыз келсе, жеке консультация алыңыздар. Мына халықты адастырып жүрген психолог коучтардың қателіктерін айтам деп шештім сіздерге. Өздері қателесіп жүріп, халықты, адамдарды адастырып жатыр. Міне сол себепті көптеген адамның басында проблема. Ұрыс-керіс, сынақ, қиындық, депрессия, стресс, ажырасу. Біреу былай дейді, біреу былай дейді. Халық кімді тыңдарын, кімге сенерін білмей, не істерін білмей қалды шыны керек. Самооценканы көтеру керек деп көптеген адамдар тәкаппар болып жатыр. Бай болып көріну, ақылды, күшті, керемет болып көріну, немесе жеке шекараны сақтау керек деп, менің лишний границама өтпе деп, солай да бір-бірін түсінбей жүрген адамдар көп. Немесе удобный болма. Сен удобный болсаң, әркімнің айтқан істеп жүре бересің, өзің дамымайсың, өспейсің деген сияқты. Ең маңызды тақырыптар. Самооценкамызды дұрыстамай біз ешқашан алға жылжымаймыз. Бірақ ол тәкаппар болу емес, өзімізді күшті, керемет көрсету емес. Самооценкаң төмен болса да, өз-өзіңді бағаламасаң, жертва болып жүресің әркімге. Ол да адамды өсірмейді, дамытпайды. Сол үшін ең маңызды тақырыптар айтылады. Өмірімізді өзгертетін, санамызды оятатын, жанымызды, жүрегімізді тынышталдыратын, рухымызды көтеретін, энергияны көтеру, позитивті ойлау, өзімізге сенімділік, қорқыныш, күмәннен арылу, депрессия, стресске кірмеу, Құдайға тапсыру, Құдайды бірінші орынға қою, Құдайдан артық жақсы көрмеу, дүниені жүрекке кіргізбеу. Міне сол сияқты мықты кеңестер айтылады. Өзіміздің тәрбиемізге, дінімізге келетін, мына шетелдің психологиясы келіп, еліміздің дінімізді, дәстүрімізді, тәрбиемізді құртып, ең мықты, ең құнды кеңестер айтылады. Сабақтан қалып қоймаңыздар. Сабаққа тіркелу үшін төмендегі WhatsApp нөміріне жазыңыз. Ең үлкен байлық жүректің байлығы дейді. Жүректің бақыты. Алла сендердің жүректеріңе қарайым деген. Сол себепті жүрегіміз тыныш болмай, бақытты болмай, өмірдің ешқандай қызығы, рахаты болмайды. Лайк басып, пікір қалдырып бөлісіп кетіңіздер. Көпшілік адамның көруіне себепкер болыңыз. Сондай адасушылықтан елімізді тоқтатайық.